мына штрафтар көбейтіп жатыр. МРП деген көп болып кетті, штрафтарын. Сонда мен ойлаймын, мына штрафты қалай ойлап шығарған адамдар білмеймін сен. Енді боқтық дұрыс емес, боқтаған үшін пәленбай 1000 теңге төлейсің дейді. Ол боқтайтын адамдар, ол мына біз сияқтылар жүрген, үстіндегі отындар боқтамайды. Потому что бәрі жеткілікті. Оларға тамақ та бар, ет та бар, ақша да жетеді. Мынандай кісілер соларды боқтап отырады. Соларды боқтаған үшін штраф салады бізге. Көрдіңіздер ме? Ол дұрыс емес боқтаған. Ну, енді қалай боқтамайды енді? Мынандай өмір сүріп келескен адамдар обязательно боқтайды олар. Соңғы кейін штраф, міне МРП дейді. Ремень тақпасаң, пәленбай МРП. Өздері ұқпайды, что мысалы 100 000 алатын кісілер бар. Оның штрафтары 300 000-ға кететін штрафтар бар. Соны қалай төлейді адамдар? Соны неге ойламайды? Олар ойламайтыны, мен ойлаймын, ана жерде миллиондап алады, 100 000 теңге алған адамды олар ойламайды никогда. Оларды 100 000 беріп қой керек, соңғы 100 000-ға бір жылдай тұрсын, соңғы кейін ойлайды.